қошеттеріңізбен, шапалақтарыңызбен, айқай-шулықтарыңызбен анықтайтын боламыз. Айласы! Қойыласы! Жігіттерге рогатка тастар дейді. Ал жігіттер. Балаларға барып кетті ғой, қыздар ойнап жүрмейді. Қошеметтеп шығап сана кереке. Рахмет. Жиналыс емес, бұл күн демалыс болып өтіп жатыр. Ендеше демалысымыз тағы да бір әсем бимен жалғасын тұрса деп тұрмыз. Ендеше сіздер үшін қазір осы Аягөз Дүйсенов сынды қарындастарыңыз бір әдеби ән салып береді. Сол әнге сіздер десеңіздер болады. Осы біздің жергілікті осы Шелі жұртының азаматы Фараби Бегарсонның әнімен сөзде жазған Әппағым деген әдеби әнді қазір Роза Әлқожа құйқылжытып орындап жүр. Ендеше сол Роза Әлқожадай болмаса да сол әпкесінің ізін басып жүрген Аягөз қыздарының осы Әппағым деген әдеби әнді сіздер үшін орындап береді. Ортаға шығып билеуімізге болады. Келіңіздер. Rocket in the air, season
тілекті жолдайды. Ақ пен қара өміріңнің жолағы да сол өмірдің қонағы. Дос деген үш әріптен кезде, туыс деген төрт әріптен жоғары деп, жолдастарға, достарға сіздердің қошеметтеріңізбен тілек бере кетейік. Мектеп бітірген 25 жылымыз болсын. 20 жылымыз болсын. Осындай қысылықта кездесе берейік. 30 жылықта кездесек, деніміз сау болсын. Құрметті жиналған тойшы қауым бірінші ассалаумағалейкум. Таныс қалғандарымыз бар, кейіннен келіп жатқан жігіттер бар. Амандасып сәлемдесе алайық. Сәлемнен ешқандай жақсы нәрсе жоқ. Ал дейміз мынау мектепті Құрман Жабай бастаған Құлман апай бізге тәлім тәрбие берген ұжым, мектеп ұжымы сіздерге мың алғыс тілеймін. Осындай көпшілік бүгін қазір осы уақытқа дейін отырып жатсыздар ғой, көп нәрсені көріп жатсыздар. Енді мынау біздің Құда қаласа 20 жылдығымыз болып жатыр. Класстастармен мынау 20 жылдығымыз ары жалғаса берсін. Сіздерге не алдым мынау біз енді қазір Қызылорда облысында тұрып жатқаннан кейін мынау іс-шараның бәрінде жұмысында болдық. Соған енді мынау осыншама сіздерге ақтастархан жайып кеше күнгі үлкен шараның бәрін салып жатқан мынау ауылдың жастар жігіттеріне, нұр бола бастаған, шақай бастаған жігіттерге көп алғысымды айтамын. Рахмет жігіттер, Алланың нұры болсын сіздерге. Ал енді айтарым, мынау Құлман Жабай алғашқы кезде енді өзіңіз білесіз, мектепке алғашқы қалыңызға барған кезде кішкентай бала едік. Сол тәлім тәрбиені сіздің қолыңыздан алып, Құлман апайдың қарамағында болып, жақсы тәлім тәрбие алғанын кеше облыста мойындатып жатырмыз. Құда қаласа үлкен ұжым компанияда жұмыс істеп жатырмыз. Қазір соның дәлелі компанияның Құда қаласа жаймен алдына шамалы қадам басып, қандай жерден тәрбие алған, қандай жерден мектебінен білім алған деп айтып жатыр. Олар енді оны айтқан себеп сіздердің еңбектеріңіз деп білемін. Алла қаласа сол кісілер рахмет айтып жатыр. Рахмет, андай баланы тәрбиелеп, қандай ұжымнан шыққан, қандай мектептен шыққан, ата-анасы қандай, білім алған тәрбиесі қандай деп көп ортада қазір үлкен дәрежеге жетіп жатқан жайымыз бар. Құда қаласа, оның бәрі мынау сіздің апайлардың арқасы, бұл біріншіден сіздің басшылық еткен ұжымның арқасы деп білемін. Көп-көп рахмет айтамын, басыңызды деймін сізге. Мұндағы алғыс отбасыңызға Алланың нұры жаусын. Құда қаласа, шаңырағыңызға үлкен келін түсіріп, ыстық суға қолыңызды малып, соның қызығын көріп, шаңырағыңыз тек шалқи берсін. Тойда келсек, Құлман апай 100 жасаңыз, мынау балаларыңыздың қызығын көре беріңіз. Осы жетіп жатқан ұлдарыңыздың биіктерге, белестерге ұстап жатқан еңбектерінің арқасы, мынау сіздің арқаңыз деп білемін. Рахмет сізге де, Алланың нұры жаусын отбасыңызға. Кеше ғана енді біз 97-те Абай мектебін бітіріп, институтқа түстік Алматыға. Сол жерде енді біз туылғаннан мемлекеттің жақсы қасиеттері болып жатыр Құлман Жабай. Былай сағалап қарасақ, біз өмірге келгенде Ресейде Олимпиада болған екен. Одан кейін бері қарай 97-те институтқа түсіп, мектеп табалдырығын Алматыда студенттер спартакиадасына қатысып мен өзім сол жерде болдым. Енді міне Құда қаласа бүгін 2017-те Астана төңірегімізде Экспо деген Құда қаласа кеңге жайып, Қазақстанды үлкен елге көрсетіп жатыр. Оның бір дәлелі мынау бізге де жұмысты болатын шығар деп ойлаймын. Мынау құрдастарым айтатын, алдарыңызға қондырған құстарыңыз әрдайым жақсы қасиетпен, жақсы ниетпен қарсы алсын сіздерді. Мен келіншегім сияқты ғой, өзім келіншегімді мақтап тұрсам болмайды деп тұр. Сіздерде де семьяларыңыз осындай бақытты болсын. Әрдайым осындай жақсылықта, жақсы дастархан басында, қызықшылықта кездесейік, дастархандарыңыз тойға жайылсын,
үстінде нан болсын деймін. Тек қызықшылықта қазымыз қосыла берсін. Екі келтіресін үшілі. Кім? Енді кеншегі дәрежедегі көпшілік қауым, жиналған ұстаздар, сіздерге осы жердегі бүкіл келіндердің атынан, өзімнің атымнан сәлемдедім. Жалғыз сәлемдедім деп айып етпеңіздер, сәлемдік еді, артықтығы жоқ жерде де. Сіздерге денсаулық тілеймін бірінші. Осындай қызықшылыққа тоймай жүре беріңіздер, шәкірттеріңіздің арасында тойларда жүре беріңіздер. Ұстазы мықтының ұстаны мықты дейді. Мен күйеуімді дәлел етем соған. Мақтанып қояйын. Сіздерге де осындай қызықшылық отбасыларыңызға тілеймін. Тыныштық заман болсын. Мына жерде отырған құрдастар, замандастар, тойларыңыз тойға ұласып, сіздердің отбасыларыңызда әрі қарай балаларыңызды өсіріп, өндіріп, осындай қызықшылықта бөлісіп, қуаныштарыңызда ғана кездесіп жүре беріңіздер. Сол үшін әрі қарай жалғаса берсін тойларыңыз. Жылғы тілекпен бүгінгі мерекелеріңіз болсын, тойларыңыз тойға ұлассын. Әр отбасында осындай әрқашан той береке бола берсін. Бәрекелді, ендеше тілектеріңіз ниеттеріңіз қанағаттанады, ортада дөңгеленген би болсын деп жатыр. Ал ендеше ортаға биге осы тілек айтқан шақырамыз. Жақсылап билеп беріңіздер. Сіздердің атсалысып болғаныңызға болады. Рахмет. Ал кетіп би. Басшылық жасап, осы қуанышқа, жаңалыққа, жақсы өтуіне үлкен үлес қосқан өздеріңіздің қай қолдай тепсіп өскен достарыңыз, жолдастарыңыз тағы да сіздерге тілек жолдау мақсатында тілек сақтасына шығып тұр. Ендеше қымбатты қонақтар, көпке қуаныш шағында құтты болсын. Достық деген ізгіліктің алаңы, оған куә ғасырлар мен замандар, отанын да сатып кете алады, қиын шақта досын сатқан адамдар дейді. Енді ондай бетін әрі қылсын, жолдастың жібін үзбей жүрген, достың туы төмен етпей жүрген достарыңызға тағы да бір өзі қошеметтеп, қол соғайық, қол соққанда, қол соғайық әреке. Былай бастай берсін. Осы кезіндегі еңбек еткен, сол еңбектеріңіздің жемістерін, қызықшылықтарын, қуаныштарын көріп жатсыздар. Сіздерге көп рахмет. Ал енді әрқайсысы бір саланың мамандығы болып, қазір мамандар болып, Қазақстанның әр бұрышында қызмет жасап жатқан жайлар бар қазір. Ал енді барлық осы жиырмалыққа жиналған құрдастар, жігіттер, қыздар, әрдайым жолдарың ашық болсын, денсаулықтарың мықты болсын, өстіп аман есен өзіміз түгел той-думан тойлап жүре берейік. Еліміз тыныш болсын, үйдегі үлкендеріміз аман болсын, асырап отқан ұл-қыздарымыздың қызықшылығын көріп, бір-біріміздің қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Осы бүгінгі 20 жылдықта атсалысып отқан олардағы жігіттерге көп-көп рахмет. Семьяларында бақыт, қуаныш бола берсін. Ал енді бұл көпшіліктің атқарып отқан тілі болғаннан кейін, сондай арасында бас көтеретін жігіттер бар, сол бас көтеретін жігіттерге көп-көп рахмет. Нұрбол, Жалғас, жан-жақтан атсалысып отқан Нұржан. Енді осы 20 жылдық
жақсы тойланып жатқан жайы бар. Енді Құдай қаласа осы 30 жылдықта да 40 жылдықта да осы ресторанның іші толатындай болып жиналсақ, Құдай қаласа дайым соған жете берейік. Мейрамдар құтты болсын. Ал қалайсыз ба? Тойға келген тойшылғауым, құтты болсын тойларымыз 20 жылдық. Енді біреуге бар, біреуге жоқ дегенде бар. Мынау бес баладан айырылып жатыр. Апайлар сіздерге рахмет. Төрге шығып отырып бізді сыйлап келіп жатқандарыңызға. Мен апайларға айтайын деген бірден бір жақсы оқымағаным жақсы болған екен деп жатырмын да. Жаңа тамаша оқыған кезде мысалға жақсы оқымайтын тұрғызса ол кезде тамақ бұзылып кетеді деп тұр ғой өздері. Ол мен апайларға айтдым да, мен жақсы оқу дейді. Мен жақсы оқығанша мен жаңағы теоретически емес, жаңағы практически көрсетейін сізге десем, оны түсінбейді. Жақсы оқы дейді. Ол менде болмағаннан кейін оқи алмайсың ғой. Теоретически істеп беремін, любой жаңағы машина ұрысып берсе, машина ұрысып беремін, анау ұрысып берсе, анау ұрысып беремін. Мынау ағамыз Аллахтан басымыздың қосылады. Құдай қаласа, бес жетіде айырылып қояды. Құдай қаласа, соны тоқтайық. Ағайлар, ортамыздан қойғанымызға көп рахмет. Ешқандай ауырмай, сырқамай, арамызда жүре беріңіздер. 20 жылдық кездесу, достар, құрдастар, барлығыңызға құтты болсын. Айым отбасыларыңыз аман болсын, сау болсын. Өсіріп жатқан қыздарымыздың, балдарымыздың қызығын көріп, әрдайым қызығушылықта, ақ жолда кездесе берейік. Құрметті ұстаздар мен ағайлар, мынау бірінші бас қосып жатқан 20 жылдықтың арқасы. Мынау ұстаздарымыздың қандай екенін біз мақтамай-ақ қояйық. Мынау біздің көрдік тұраншақ тұлғамыздан әңгіме төрткен ең осы апайлардың арқасы, сіздерге бас иеміз. Бірінші Алла адамға жан береді, ана сүт береді, үшінші ұстаздар тәрбие береді, сіздердің арқаларыңыз. Мынау мектепке келгеніне дейін 13 жыл болыпты. 13 жылда 5 басшылықты көрдім. Соның ішінде бірінші Ғалымжаннан бастады. Ғалымжан ағайымыз, одан кейін Ұлғанша апайымыз, Нұрлан ағайымыз, одан кейін Қалқұлеген Ғалымжан, одан кейін Қалқұй ағайымыз келіп жатыр. Мынау басшылар ауысқанда біз ойлаймыз, бұл басшы қандай басшы келеді, біз қандай ұжым басқарылады деп. Біздің бала өзі үлкен ұжым ғой. Сол ұжымға Ұлғанша апайдан кейін Қалқұй ағайымыз келді. Ағайымызға біз енді біраз жақсы қасиеттерін аламыз. Ұлғанша апайдың жақсы қасиеттерін алдық. Қалқұй ағайдың да бойындағы жақсы қасиеттерді бойымызға сіңірдік. Ағай, сізге рахметіне бір ауыз келіп, мынау егерде басқа түлектерді танымайын, ол жерде не бар деп бір ауыз айтқан жоқ. Бір ауыз сөзді тастамай келіп жатқаныңыздан сізге бірінші рахмет айтамын. Шаги ағай меніңше, мына жерде мен ұстаз болғаннан кейін ұстаздардан өне бойы не алып тұрамын. Соның ішінде Шаги ағамның көп көмек сұрап тұрамын. Аға, біз қалай, жобамыз қалай, 20 жылдық ұйымдастырып жатыр. Сіздерден өтті ғой, қалай болады деп айтып жатқаныңызда Шаги ағай көп бағыт бағдар берді. Рахмет. Жігіттердің арқасы осындай ұйымшылдық көрсетіп жатқан. Сырттағы жігіттер де сәлем айтып жатыр. Ол кісілердің жұмыс бабымен келе алмай қалды. Ол кісілерде біздің осы 20 жылдың жақсы болып өткенін қалайды. Өмірде бақытты болыңыздар. Ал. Мызын. Микрофон. Саламатсыздар ма? Ұстаздар мен құрметті ағайлар, сіздердің мынау бітіріп жатқан түлектеріңіздің көріп қуанышты болатын шақтарыңыз. Мынау тойларыңыз тойға ұласын, бейбітшілік заман болсын, наныңыз көп болсын. Әрдайым өзінде қуаныштар, шаттықтар, көкеде жүре беріңіздер. Мынау 20 жылдарыңыз құтты болсын. 20 жылдан 20 жылға жете беріңіздер. Әрдайым отбасыларыңызда қызықшылық, той думан бола берсін. Рахмет. Ал қосыларыңыз бар ма? Түгеліміз ғой, реніш жоқ қой. Тек айтпай кеттім деген әңгіме болмайды ғой. Айтпайды ғой, жігіттердің миына еместі ғой. Болды ендеше. Осы азаматтар мен азаматшалар үшін
ән жолдырады, айыбы біздің ордамызда әуелеген ән сіздер билегісеңіздер болады. Sevgililer, alında beni apayla buzda atmayın. Bu şişe apayla atmayın. Cümlede sizin boyda yapacaksınız. Sizin olsuna yer. Ha? O yüzden bir gibi atayım mı? Bir değil size. Sana kimse de aynı. Ha, Nurken gerekesiniz acıkında бірінші сізді бірінші бол жоқ олай емес бірінші қарбай екінші екеу бөлімді мына жерге замира тұрсын жақай ауырмайды кеш суретке түсіп тез содан кейін сіз тұрасыз енді тағы да бір кілт керек мынау енді былай болсын жаңағы мен тұрған бойынша осы ереке мен нұрекең бірінші тұрсын балалар қарап тұрыңыздар мына қарап тұрыңыздар мына қарап екінші келіңіз замира сіз тұрыңыз үшінші жақай мына жерге тұршы алға қарап тұрсай